көрейік. Адам қиялына ерік берілсе, таңдай қақтырар талай туындылар дүниеге келеді. Қазір баспанаңызды ерекше етіп тұрғызып, ондағы бөлмелерді сәндеудің де сан алуан түрі бар. Екі қабатты киіз үй пішіндес тұрғын үй жобасы дизайнер Ерік Серікұлының бала кездегі арманы. Қазақ вилла деп аталатын эко-жобаның авторы Ерік Серікұлы Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясын сценография мамандығы бойынша тәмамдаған. Бұл жоба дизайнердің санасына бала кезден ұялап, қаламмен қарындаш арқылы қағазға сызып жинап жүріпті. Уақытпен бірге пісіп жетілгенде компьютер арқылы дамытқан. Жер бетіндегі тіршілік атаулының барлығының ұясы дөңгелек пішінді. Адам баласының жарық дүние есігін ашқанға дейін мекендейтін орны да домалақ. Киіз үйде өмір сүрген ата-бабамыз дүниені де дөңгеленген дүние деп атаған. Автор эко-қалашықтың жобасын бір жыл бұрын аяқтап патент алыпты. Ортасын мен енді благоустройный дейді 5 этажды үйге беріліп отыр. Бұл жерде енді әр үйдің осында қалашықтың ортасында мүмкін мешіт болар. Мектеп, балабақша. Қазақта туысқан көп қой. Мүмкін деген міне бір бөлігін алады, 4 семья дейді мысалы өздерінің жерлері. 10 сотық дейді, 4 сотық, 6 сотық деп бөлініп отырады. Сон осындай бір қалашықтар болса деймін, домалақ. Тұрғын үй балалардың лего ойыншығы секілді құрастырмалы болады. Құрылысқа қажетті бөліктері арнайы зауытта алдын ала дайындалса, үйді 2 аптада тұрғызуға болады екен. Баспананың ерекшелігі ол күн көзі мен желден қуат алу арқылы жылытылады. Төбесі күн сәулесін тартатын қондырғымен шаңырақ тәріздетіп жабылады. Күн нұрымен өзін қамтиды. Қазір 20-20 метр үйді күн нұры үйінің бүткіл тоғының, телевизор болсын, холодильник болсын, өзін қамтиды, қосымша сваркамен де жұмыс істеуге болады. Енді қараңыз 20-20 емес бұл жерде үлкен көлемде. Бұл жерде сыртқы нарыққа сатуға да мүмкіндігі бар. 21 ғасырға деп бейімделіп отырмын. Вилла деп, қазақ вилла деп. Өйткені үй деп айтуға келмейді де бұл. Вилла әдемілікті беріп отыр. Екінші қабатын қалауыңыз бойынша сәндеуіңізге болады. Қысқы бақ, немесе галерея, тіпті бассейн орнатуға да мүмкіндік бар. Ал бірінші қабатта әдеттегідей ас бөлмесі, қонақ күтетін орын, демалатын, сондай-ақ жуынатын бөлмелер. Төбесі мен қабырғаларды өрнектеуде өзіңіздің талғамыңызға қарай. Вилла болғандықтан балконның орнына лоджия, үлкен терраса салынады. Абай даңғылынан жоғары қаратай тау бөктері көп жер бос тұр. Сол жерде төмен жағы енді бекітілген зәулім үйлер түсіп жатыр, әдемі нақыштағы үйлер, жоғары жағы биік үйлер баспай осындай қалашықтар түссе екен деймін. Мейлі ол 50 үй болсын, мейлі ол 100, мейлі ол 1000 болсын, ол Алматы демей қойып бүткіл Қазақстанға да таралып осындай ұлттық нақышта салынса, әр үйде өзінің күн нұры бар, жел арқылы өзінің қамтитын умный дом дейді, ақылды үй дегенде, өзінің үйінің иесіне жұмыс істейтіндей. Ерік Серікұлы эко-қалашықтың жобасын жүзеге асыруға үкімет тарапынан қолдау болса дейді. Туындысына қызығушылық танытқан компаниялармен де бірге жұмыс істеуге дайын. Киіз үй пішінді баспана Алматы, Астана қалаларында салынса, төл құжатымыз сынды ұлтымыздың болмысын сырттан келген қонақтарға паш етіп тұрар еді. Алматылық әріптесіміз Жазира Зәкірқызына пайдалы танымдық бейне үзігі үшін алғыс айтамыз. Және болашақта әріптестер бәрімізде осындай киіз үй пішіндес үйде тұрсақ қандай керемет? Шынында да керемет. Қазақ вилла жобасы іске асатын болса, қолдау табатын болса, туристердің де назарын бірден алдыратын жоба екені көрінеді. Бұл біздің ұлттық нақыштағы үйлеріміз бірден киіз үйге назар аударатын. Өте дұрыс айтасың, және де осы біздің күнделікті өмірде айтып жүретін жақсы сөзің бар ғой, армандар орындалады. Сондықтан да сол алыс емес болсын, өте жақында болсын. Дәл қазір біздің арнамызда шағын аңдатпа